Сәлеметсіңдер ме балалар? Мен бүгін сендерге қасиетті жеміс деген ертегі айтып берейін. Баяғыда бір кісінің үш ұлы болыпты. Әкесі үш ұлын шақырып алып, балаларым мынау үш қап алтынды алыңдар да, ең қасиетті жемісті маған әкеліп беріңдер дейді. Үш баласы жолға шығады. Содан арада 3 жыл өтеді. 3 жыл өткенде балалар келеді. Үлкен ұлына: "Кәне балам, не әкелдің?" дейді. "Әке, мен сізге ең уылжып піскен тәтті жүзім әкелдім" дейді. Жақсы болған екен. Енді екінші ұлына қарап: "Ал балам, сен не әкелдің?" "Әке, мен сізге жемістің әр түрінен әкелдім" дейді. "Жарайды, онда ішінен өзім таңдап біреуін жермін" дейді. Содан үшінші ұлына қарайды да: "Балам, сенің қолыңда ештеңе жоқ қой" дейді. "Әке, дұрыс айтасыз, менің қолымда ештеңе жоқ. Мен сіз берген алтынды оқуға төлеп 3 жыл оқу оқыдым. Менің жемісім ақылым мен жүрегімде" дейді. Әкесінің риза болғаны сондай, кіші ұлына мейірлене қарайды. "Бұл менің арманым еді ғой" дейді. Міне балалар, көрдіңдер ме? Білімді болған адамның барлық жемісі, қасиеті, адамгершілігі өзінің бойынан табылады екен. Зер салып тыңдағандарыңа көп рахмет. Келесі кездескенше қош сау боп тұрыңдар.